Баршаларыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді бауырдан жасалған салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бауырды алып тазалаймыз. Сыртындағы пленкасын, артық жерлердің барлығын алып тастаймыз. Пленкасын бәрін алып тазалаймыз. Одан кейін жіңішке етіп турайсыздар. Мен осылай көріп тұрғандарыңыздай жалпақ етіп турадым. Осылай ұзынша жіңішкелетіп турап шығасыздар. Мен бір жасағанға бір тарелкадай шығатындай жасадым. Егерде көбірек жасағыларыңыз келсеңіздер, онда құрамын көбейтіп жасасаңыздар болады. Дайын туралған бауырды қайнап тұрған суға тұз салып 10 минут пісіріп аламыз. Бауыр тез пісады. Одан кейін пісқан бауырды суық сумен шайып жібересіздер. Ендігі кезекте оның үстіне бір бас жуаны саламыз, жіңішкелеп туралған. Одан кейін сәбізді қосамыз. Сәбіз неғұрлым сочный болғаны дұрыс. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Сәбізді осылай ұзынша етіп теркадан өткізіп аламыз. Одан кейін 2 бас сарымсақ қосамыз. Оның үстіне паприка саламыз. Және де тұзымызды қосамыз. Барлығын көлеміне қарай көз мөлшерімен қоса бересіздер. Және де қара бұрыш. Кориандр қосамыз. Одан кейін аздап қызыл бұрыш қосамыз. Және де қатты ысып тұрған сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Және де үстінен 1 шай қасық 70%-лық уксус қосасыздар. 1 шай қасық уксус. Одан кейін соевый соус қосамыз. Соевый соус 1 шай қасық қосамыз. 1 шай қасық қант қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде салатымыз дайын болады. Өте оңай әрі тойымды, тәбетіңізді ашады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.